Төлеген Тәжібаев қоғам және мемлекет қайраткері, қазақтың тұңғыш психолог ғалымы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі. Төлеген Тәжібайұлы кеңестік кезеңнің Қазақстан тарихындағы білім беру саласына ерекше еңбек сіңірген тұлға. Төлеген Тәжібаев 1910 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласының маңындағы 9-шы ауылда дүниеге келген. Алғашында интернатта 1922 жылы Шымкент қаласындағы педагогикалық техникумға түсіп, оны 1925 жылы үздік бітіріп, оқытушылық қызметке қалады. 1931 жылы Мәскеу қаласындағы Крупская атындағы коммунистік тәрбие академиясында білім алды. 1938 жылы Герцен атындағы педагогикалық институттың ғылыми кеңесінде Ушинскийдің педагогикалық психологиясы тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Төлеген Тәжібайұлы 1938 жылы Қазақстанға оралғаннан соң Абай атындағы педагогикалық институтта қатардағы доценттіктен бастап, наркомның ағартушысына дейін көтеріліп, 1948-1953 жылдары Киров атындағы мемлекеттік университеттің ректоры атанды. Яғни қазіргі Әл-Фараби атындағы университетті 5 жылдан астам уақыт басқарды. Ең алғашқы ғалым ретінде, ең алғашқы мемлекеттік қайраткер ретінде Біріккен ұлттар ұйымының трибунасында сөйлеген алғашқы қазақ ғалым. Сондықтан да біздің осы мұражайымызда Төлеген Тәжібаевқа деген құрмет, Төлеген Тәжібаевқа деген жеке бір орын алатын витринамыз бұл кісінің ректорлық қызметі кезіндегі 1947-50 жылдар аралығындағы ректорлық қызметі кезіндегі үлкен витрина жасақталды. Сол кісінің жалпы негізгі басшылығымен қазақ бөлімдері, оның ішінде психология, педагогика бөлімдері ашылып, аспирантураның күндізгі бөлімі ашылды. Реттік саны бойынша 3-ші ректор болған ол, сталиндік қиын кезеңде университеттің қалыптасып, дамуына көп еңбек сіңірді. 1954 жылдан бастап Қазақ КСР министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, Қазақ КСР мәдениет министрі лауазымдарын атқарды. 1957-1961 жылдары Үндістандағы КСРО елшілігінің кеңесші өкілі, Қазақ КСР жоғары кеңесі 2-4 шақырылымдарының депутаты болып сайланды. 1961 жылы Киров атындағы мемлекеттік университеттегі педагогика және психология кафедрасының профессоры, 1962 жылы педагогика ғылымдарының докторы, Қазақ КСР педагогикалық қоғамының президенті қызметін атқарды. Тәжібаев Төлеген қазақ тілінде психология ғылымы терминдерін қалыптастыруға елеулі үлес қосып, 1961 жылы жалпы психология атты тұңғыш оқулық жазды. Оның Ушинскийдің, Выгодскийдің психологиялық көзқарастары туралы зерттеулерінің зор ғылыми маңызы болды. Төлеген Тәжібаев Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірдің, оқу-ағарту ісінің дамуы және мектептер тарихын Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтардың философиялық, психологиялық және педагогикалық көзқарастарын жан-жақты зерттеген ғалым. Еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендермен, көптеген медальдармен марапатталған. Бүгінде оның қазақстандық педагогика мен психология теориясының дамуына қосқан үлесі баға жетпес. Ғылыми еңбектері жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу саласындағы ғылыми зерттеулерде бүгінге дейін оқу құралдарының қосымшасы түрінде қолданылып келеді. Төлеген Тәжібаевтың атында көшелер пайда болып, еліміздегі білім ошақтарына есімі берілді. Оның бейнесін мәңгі халық жадында қалдыру мақсатында еліміздің елді мекендеріне бірнеше ескерткіш қойылды. Айдай анық күндей биік жарығым, аспандағы Алла шешкен тағдырым, ақ бұлақтай нәрін беріп халқына, алашына арнап өткен бар күнін, төлеген деп шырқалады ән бүгін. Жарық еткен